Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жып-жұқа болып бір жасағаннан керемет болып шығатын құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Құймақтардың бір тегіс жып-жұқа болып шығуының бірден бір себебі ол құрамына қосылатын ингредиенттердің барлығы бөлме температурада болуы. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: сүт, ұн, қант, жұмыртқа, сұйық май және тұз қажет болады. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстіне жылы бөлме температурасындағы сүтті құямыз. Маған құймақ көп мөлшерде қажет болғандықтан мен 1 литр сүтке жасайтын боламын. Осы массамызға 4 ас қасық қант саламыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, тағы қоссаңыз болады. Тұз салып, бәрін жақсылап миксерлейтін боламыз. Мен араластыру міндетті емес, венчиктің көмегімен араластырып тұрсаңыз да болады. Достар, сіздерге видеом пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Осы массамызға ұнды бірнеше бөлікке бөліп салатын боламыз және түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөлімінде міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Біркелкі болып араласып болған массамыздың үстіне сұйық майды құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Толықтай араласып болған массамыздың үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған су осы біздің блинчиктарымыздың тесік-тесік болып, жұқа болып шығуына әсері өте күшті. Видеода көрсетілгендей массамыз осындай сұйық масса болып шығу керек. Енді қызып тұрған табаға жақсылап пісіріп алатын боламыз. Табамыз міндетті түрде қызып тұру керек. Егер қызбаған табаға құйсаңыз, жабысып біркелкі болмай қалуы мүмкін. Сондықтан табаны міндетті түрде қыздырып алған жақсы. Жан-жағы қызарған құймақтарды осылай силиконды лопатканың көмегімен ақырындап жылжытып, бірден қолымызбен тартып алып аударамыз. Аударған құймақтың екінші беті бірінші бетіне қарағанда тез пісетін болады. Сондықтан күйдіріп алмай, 1 минутқа жеткізбей аударып ыдысымызға салып аламыз. Осылайша құймақтарымыздың барлығын ешқандай қиындықсыз оп-оңай пісіріп алатын боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге және балаларыңызға, жақындарыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Жасасаңыз міндетті түрде комментарий бөліміне жазып кетсеңіз болады. Осылай піскен құймақтардың арасына жабыспай біркелкі болып тұру үшін сары майды жағып қойсаңыз болады. 1 литр сүттен 40 штук құймақ шығады. Мінекей осымен біздің құймақтарымыз толықтай дайын болды. Арасына салма салып ұсынсаңыз да болады. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.